Ассалаумағалейкум, қалай достар. Бүгін осындай реальный заказ скетчинг таксиге логотип жасап жатырмын. Сол бірге үйреніп дамып жасайық деген ғой. Жалпы осындай скетчинг сурет салдым. Осыны енді біз прозрачность азайтып тастаймыз. И сосын логотип жұмысымызды бастаймыз. Мына жерге жету дегенді жасау керек екен. Осы логотиптен бастаймыз. Жету. Шрифтовой логотип. Бұның шрифті Гилройға ауыстыра тұрайын мен. Окей. Жету. Жалпы болса тұра берсін пока. Жоғарыда. Негізі бұлай жасамаймыз. Сәл өзгеше қылып жасайтын боламыз. Окей, осылай қойып аламыз. Көшіреміз. И мына жерден осылай. Қоямыз. И сосын осылай қойып аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де, осылай үлкейтеміз. Мінекей. Осы жерге бай линия қойып жүреміз. Белгілеп аламыз. Жерге көшіре тұрайын. Осыны аламыз. Осылай белгілеп шығамыз. Жерсе кеме олда. Енді осылай. Белгілеп қоямыз. Желсі артық шығып кетті ме, не болды? Жоқ, мына жерде обводка сынап тастау керек. Болды. Ctrl-S дейміз де. Шыпсаймыз. Ctrl-F. И мына жерде біз И әріпін преобразовать в кривые. Сол пока қоя тұрайық. Разгруппировать. Енді мынаны аламыз. Сол қойып қоямыз. Окей. Енді осыны алып айналып қоямыз. Окей, жерде алып тастаймыз. Мына жерге біз осылай қойып қоямыз. Жерден негізі артық элементті кесіп тастаймыз. Қазір. Сол қойып қоямыз. Жерде біз артық элементін алып тастайтын боламыз. Мінекей достар. Осыны шрифтовой логотипіміз дайын болайын деп қалды. Бұл жерге тоже қойып көрейік. Ctrl-S, Ctrl-F. По идее, мына жерде И әріпін жасау керек еді. Ана. Бұны байынан жасау керек.
көрдіңіздер ғой. Негізі әдейі е әріпін жасау қиын болып тұр. Сондықтан осыны байынан кетіп қоятын боламыз. Ctrl-S дейміз де. Көшіріп аламыз. Мына жерден апсаймыз. Ctrl-V дейміз. Ctrl-G. Қойып қоямыз. Осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сіздерге де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Осындай шрифтовый логотип жасадық. Сделанное лучше идеального дейді, яғни идеальный шықпаса да бірдеңе жасап көргеніміз біз үшін сол жақсы нәрсе. Опыт болады да.